Сәлеметсіз бе? 3 жалқау, 3 лентяя. Ертеде давным-давно бірінен бірі өткен, один хуже другого. Жалқау, лентяй, ленивый, ағайынды братья. 3. Бар бітіретіндері все, что они могут довести до конца. Бас көтермей, не поднимая голову. Ұйықтай беру, спать бесконечно. Екен, оказывается, бірде однажды, үшеуі втроем, жолға путь. Ішіне внутрь келгенде, когда дошли. Мәуелі ағаш, водоносное дерево. Көлеңкесіне тени. Қисая кетіпті, вздремнуть решили. Бірінші, первый, жалқау лентяй. Е Құдай, о Боже, мына эти өріктер, абрикосы, піссе, созрели бы уже. Депті, так сказал. Екіншісі, второй, ауызға, в рот, келіп түссе, попал бы. Депті, так сказал. Сонда, тогда, үшіншісі, третий, оларды их, мней критикуя, сөйлеп заговорил. Ой, соны этого айтуға, сказать, қалай, как, ерінбейсіңдер, вам не лень. Депті, так сказал. Оларды их естіген, которое услышала. Ара пчела. Масқара, какой ужас. Мұндай, таких жалқауларды, лентяев, көрмедім, не видела. Деп, так сказав, тозаң, пыльца, жинауға собирать. Ұшып кетіпті, улетела. Ертеде бірінен бірі өткен ағайынды 3 жалқау болыпты. Давным-давно жили 3 ленивых брата, один хуже другого. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай беру екен. Все, что они умели делать до конца, так это не поднимая головы спать. Бірде үшеуі жолға шығыпты. Однажды они втроем направились в путь. Олар тоғай ішіне келгенде, мәуелі ағаш көлеңкесіне қисая кетіпті. Когда они зашли внутрь леса, то прилегли в тень плодоносного дерева. Бірінші жалқау, первый лентяй. Е Құдай, мына өріктер піссе, депті. О Боже, эти абрикосы созрели бы уже, так сказал. Екіншісі, второй, ауызға келіп түссе, депті. Вот бы в рот сами они попали, так сказал. Сонда үшіншісі, оларды мней сөйлеп. Тогда третий, критикуя их, заговорил.
соны айтуға қалай ерінбейсіңдер, депті. Ой, как вам не лень все это говорить, так сказал. Жалқаулығы сонша сөйлеуге ерінеді. Настолько он был ленив, что что-то говорить ленился. Оларды естіген ара, масқара, мен мұндай жалқауларды көрмедім, деп тозаң жинауға ұшып кетіпті. Пчелка, которая услышала их, сказала: «Какой ужас! Я таких лентяев никогда не видела», сказала это и полетела собирать пыльцу. Ертеде бірінен бірі өткен ағайынды 3 жалқау болыпты. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай беру екен. Бірде 3-і жолға шығыпты. Олар тоғай ішіне келгенде мәуелі ағаш көлеңкесіне қисая кетіпті. Бірінші жалқау: «Е Құдай, мына өріктер піссе», депті. Екіншісі: «Ауызға келіп түссе», депті. Сонда үшіншісі оларды міне сөйлеп: «Ту, соны айтуға қалай ерінбейсіңдер», депті. Жалқаулығы сонша сөйлеуге ерінеді. Оларды естіген ара, масқара, мен мұндай жалқауларды көрмедім, деп тозаң жинауға ұшып кетіпті. Сау болыңыз.